Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғаш болып көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Құрметті әріптестер, 2022 жылға арналған республикалық бюджеттен әлеуметтік салаға 8,5 триллион теңге немесе барлық шығындардың 48%-дан астамы көзделген. Бұл біраз проблеманы шешетін айтарлықтай көлем. Бірақ осыншама қаражат ақыры бөлінгеннен кейін ол бастысы дұрыс мақсатта және тиімді игерілу керек. Ал бізде қалай? Көп жағдайда артық қыламыз деп тыртық қылып аламыз. Өткен жылғы бюджетті қарадық, сараладық, қызу талқыладық. Мәселе өте көп, тиімділігі төмен, ең бастысы жылдан жылға қайталана беретін проблемалар. Бір сөзбен айтқанда, баяғы жартас, сол жартас болып тұр. Не істеу керек? Менің ойымша заңнаманы қайта қарау қажет. Осыған орай нақты ұсыныстарға тоқталайын. Біріншіден, бюджетті парламенттің бақылаусыз қайта-қайта үкіметтің өзі түзетеді. Қараңыздар, алдыңғы жылдың ішінде бюджет 8 рет парламентсіз түзетілген екен. Мысалы, денсаулық сақтау министрлігінің қаражаты тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне, содан кейін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударылып отырған. Нәтижесінде тегін көмек шығындары 147,7 миллиард теңгеге қысқарды. Бұл бюджет қаражатының тапшылығы және медициналық ұйымдардың кредиторлық берешегі болған кезде орын алып отыр. Осыған байланысты парламентсіз жүргізілетін түзетулер санына шектеу енгізген жөн деп санаймыз. Бюджетті өзгертсе, парламент арқылы өзгерту керек. Екіншіден, өңірлерге берілетін трансферттер проблемасы оның шеңберінде 2022 жылы барлық салалар бойынша жергілікті атқару органдарына 5 триллион теңгеге жуық қаражат бөлінді. Біраз қаражат игерілмеген. Бұл ретте қаражаттың игермеудің негізгі себептері мемлекеттік сатып алу деп аталады. Бюджеттің уақытылы орындалмауының негізгі себептерін жою үшін мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға тиісті өзгерістер енгізу қажет. Сонымен қатар әкімдіктердің тоқты, яғни республикадан берілген трансферттерді мақсатсыз пайдалану фактілері көп. Салынып бітпеген мектептер де оған айқын мысал бола алады. Сондықтан ұсыныс, жалпы сипаттағы трансферттердің пайдалануына сыртқы бақылауды қамтамасыз ету мүмкіндігі заңнамалық деңгейде енгізу қажет деп санаймыз. Сондай-ақ, жоғары аудиторлық палатаға жергілікті тексеру комиссарлары жүргізген аудит нәтижелерін қайта тексеру бойынша заңнамалық құқық беру ұсынылады. Бізге ашықтық керек. Бұған қоса, республикадан берілген трансферттердің мақсатты түрде жұмсалуын қамтамасыз ету бойынша нақты нормалар болу керек. Олай болмаса, андамында жұмсау проблемасы бітпейді. Үшіншіден, жыл сайын желтоқсан айында әрбір мемлекеттік орган қаражатты кез келген жолмен игеруге ұмтылатыны жасырын емес. Бұл көбінесе заң бұзушылықтар мен мақсатсыз пайдалануға келеді. Сондықтан бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне қалыптасқан игерілмеген қаражатты келесі қаржы жылына ауыстыруға мүмкіндік беру қажет. Өміріміз желтоқсан айымен бітіп қалмайды ғой. Міне, осы мәселені шұғыл шешу қажет. Қаражат игерілмесе, сол беті қаңтардан бастап бюджетке қайтарылады, сол мектептер соңына дейін салынбай қалады. Одан кейін тағы да дәлелдеп қаражат бергенге дейін тағы біраз уақыт өтеді. Менің түсінбейтінім, неге бұл бөлінген қаражатты әрі қарай игеріп, сол мақсатқа жетуге қалдырмасқа. Жыл соңы жақындайды, ақшаны игеріп, есеп өткізу үшін тағы да жылдың соңында жанталас басталады. Төртіншіден, сапалы түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу үшін біз мемлекеттік органдарға белгілі бір автономия бердік дейміз. Нақтылап айтқанда, қандай да бір бюджеттік бағдарлама ішінде қаржы ағындарын бөлу бойынша үлкен еркіндік беру мәселесі. Бюджеттік кодексте ол бар, ал шынында бұл мүмкіндік дұрыс жүзеге аспайды. Өйткені толығымен заңнамада бекітілмеген. Әкімшілер шешім қабылдаудан қорқады. Сондықтан бұл ретте ішкі бюджеттік комиссияларды реттеу, оларды нақты құқықтары тайға таңба басқандай нақтылау қажет. Құрметті депутаттар, жоғарыда баяндалған ұсынымдар мен ескертулерді ескере отырып, үкімет пен жоғары аудиторлық палатаның 2022 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есебін мақұлдауды мүмкін деп санаймын. Назарларыңызға рахмет.